Жақанова Сауық Мәсіғұтқызы 1945 жылы Жанарқа ауданына қарасты Еркіндік елді мекенінде туып өскен. Кішкентай кезінен үлкен әжелерінің ертегі, аңыз әңгіме, батырлар жырын оқып тәрбие алған. Әкесі Жақанов Мәсіғұт, анасы Жақанова Зайра. Арғын тайпасының Қуандық руының Қарпық Тоқа бөлімінен шыққан. Жақанова Сауық Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін 1966 жылы тамамдаған. Филолог, доцент, сөйлеу техникасы, жүргізушінің сөйлеу мәдениеті кітаптарының авторы. Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген әртіс, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, құрмет белгісі орденінің иегері. 1966-1998 жылдар аралығында Қазақ радиосының дикторы, Шалқар ұлттық бағдарламасының хабар жүргізушісі. 1998 жылдан Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр мен кино институтында телерадио комментаторларын дайындау бөлімінде дәріскер. 2000 жылдан бері Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде дәріскер, доцент. Қазақтың левитаны атанған Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Байжанбаевтың мектебінен өтіп, шәкірті атанған Қазақ радиосының сандуғашы Сауық Жақанова 17 жасынан еңбекке араласқан дарынды жандардың бірі. 80-нің сеңгіріне кеткен, еліне еңбегімен сүйкімді бола білген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, жоғары категориялы диктор, құрмет орденінің иегері, доцент Сауық Жақан Мәсіғұтқызының Қазақ радиосының алтын қорында сақталған тамаша үні келер ғасырға жетер құндылығымен ерекше.